Ассалаумағалейкум баршаңызға құрметті көрермендерім, теміржолшылар, жол жөндеушілер, жол бапкерлер және болашақ жол шеберлері, сіздердің назарларыңызға тағы да бір видео. Бұнда ескертпелердің формулалар жөнінде айтамын. Жалпы өздеріңіз білесіздер, 7 формадан тұрады. Форма 1. Жылжымалы құрам қызыл қоршауға келіп тұру керек, немесе ескертпеде берілген жылдамдықпен өтуі тиіс. Форма 2. Жылжымалы құрам қызыл қоршауға келіп тұру керек. Егер қызыл қоршау жоқ болса, сол жердегі бекітілген берілген жылдамдықпен өтеді. Форма 3. Жылдамдықты азайту. Әр жұмысқа байланысты ескертпе бойынша берілген жылдамдықпен өтуі тиіс. Форма 4. Жылжымалы құрамға ескертіледі. Жолда ақау тапқыш арба және де басқа да теміржол арбалары, портал телешкілері немесе дрезиналар болады. Аса қырағы сақ болуға тиіс. Және дыбыс белгісін әлсін беріп тұру тиіс. 5. форма. Струк жұмыс жасап жатыр, сақ болу керек және әлсін дыбыс белгісін беру керек. Форма 6. Жылжымалы құрамға ескертіледі. Алда жолда габаритті бұзылып жұмыс жасап жатқан техникалар бар. Ол кезде қызыл қоршауға тоқтау керек, немесе жылдамдықты азайтып өтуі тиіс. Форма 7. Аса қырағы сақ болу керек және де дыбыс белгісін әлсін беріп тұру керек. Жалпы ескертудің формулаларын барынша түсіндірдім деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз, қосымша сұрақтарыңыз болса, ой пікірлеріңіз болса, қоюларыңызға болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды айтыңыз. Мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы күндерде кездескенше аман сау болайық.